Цель закона о национальных реестрах идентификационных номеров – это переход к единой системе регистрации сведений. Закон позволяет предпринимателям обладать универсальным персональным кодом – бизнес-идентификационным номером. Он заменит действующий РНН и регистрационный номер. Представители бизнеса, обращайтесь в регистрирующие органы для создания БИН и переоформления выданных документов до 13 августа 2010 года. После этой даты все документы без БИН будут признаны недействительными. Замену производят в центрах обслуживания населения. БИН – это возможность значительно упростить взаимоотношения государства и общества. Мы ценим ваше время. Улттық реестрдегі сәйкестендіру нөмірі туралы заңның негізгі мақсаты бұл мәліметтерді тіркеудің бірыңғай жүйесіне көшу. Заң кәсіпкерлерге әмбебап жеке код, бизнес сәйкестендіру нөміріне иелік етуге рұқсат береді. Ол қазіргі қолданыстағы салық төлеушінің тіркеу нөмірі статистикалық картасы мен тіркеу нөмірін алмастырады. Кәсіпкерлік саласының өкілдері бизнес сәйкестендіру нөмірін алу және бұған дейін берілген құжаттарды қайта рәсімдеу үшін 2010 жылдың 13 тамызына дейін тіркеу органдарына арызданыңыздар. Осы күннен бастап барлық құжаттар БСН-сіз жарамсыз болып табылады. Құжаттарды ауыстыру халық қызмет көрсету орталықтарында жүргізіледі. БСН бұл мемлекет пен қоғам арасындағы қарым-қатынасты айтарлықтай жеңілдетуге зор мүмкіндік. Біз сіздің уақытыңызды үнемдейміз.